Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лүпіл басып, пікір қалдырып жатқандарыңызға рахмет. Және де жаңадан қосылып жатқан оқырмандарға қош келдіңіздер деймін. Аллах тағала осы жерде алған білімдерді амалдарыңызға қосуды нәсіп етсін, және де отбасыларыңызға береке, табыс, шаттық, қуаныш әкеле берсін. Бүгін ерекше тақырып, қызықты деректер жайлы болады. Түрегеп тұрып ұйықтайтын жануарды білесіз бе? Осы жайында ашып айтатын боламыз. Ол қандай жануар, ол қалайша түрегеп тұрып ұйықтайды? Үй жануарларының ішінде ең әдемісі, адамға ең жақын саналатыны ол жылқы. Оның артықшылықтары өте көп. Ер қанаты ат демекші, осыдан бірнеше ғасыр бұрын автокөліктер шықпай тұрған кезде қазақтың басты көлігі жылқы болған. Қазірдің өзі қолданыстан шығып қалды деуге келмес. Осы жылқының жас ерекшелігін тісіне қарай ажыратуға болатын білесіз бе? Жылқылар жерден шөп жеген кезде шаң тозаңы, топырағы ілесе кірмес үшін оларда тіс бар. Және ол тістер жылқының жасына байланысты өсіп отырады. Жылқылардың тістері 2-2,5 сантиметрге дейін жетеді. Жылқының жасын ажыратуда тістің атқаратын рөлі өте зор. Мысалы, тайдың 1 жасар жылқының, яғни тістері бірдей болады. Құнан кезінде үстіңгі 2 тісі өзгелерінен үлкен болады. Содан кейінгі дөнен кезінде үстіңгі 2 тісінің жанына тағы 2 тіс қосылады, әрі астына 2 тіс өседі. Осы ретпен жылқының тістері ұзарып отырады да, 5-ті болған кезінде барлық тісі ұзарып, азу тістері шыға бастайды екен. Яғни, жылқы тісінің көлеміне қарап жасын айыра алады екенбіз. Егер де жылқының тісі тай кезіндегіден өспейтін болғанда, онда ол қатты заттарды шайнауға шыдамай сынып, жылқы аштан өлген болар еді. Алла тағала жылқының денесін термос сияқты етіп жаратқан. Ол әрдайым 38 градусты сақтап тұрады. Қыс мезгілдерінде жылқы жалы жылудың қалыптылығын сақтауға ықпал етсе, жылы мезгілдерде ол түсіп, түлеп, сиреп, салқындатуға әсер етеді екен. Ал сіз жылқының түрегеп тұрып ұйықтайтынын білесіз бе? Егер адам отырып ұйықтайтын болса, басы босап, былқылдауынан оянып кетеді. Ал Алла тағала жылқыларға тұрып ұйықтай беретін қабілет берді. Жылқылардың аяқтары ауыр жүктер көтеруге ғана емес, шапшаң жүгіруге де ойластырылып жасалған. Жылқыларда өзге жануарлар сияқты емес, бұғана сүйектері жоқ. Бұл жылқыға ауыр жүк көтеруге, бәйгеде көсіле шабуға мүмкіндік береді. Ал енді аздап ойланайық, соншама ауыр жүк тасуға деген қабілет жылқының жеке басына қандай пайда береді? Әрине, Алла тағала оларға бұл қасиетті адамға пайдалы болу үшін берді. Жылқының не үшін жаратылғаны жайлы қасиетті Құранда да айтылған. Алла тағала өзінің ерекше мейірімділігімен, аса қамқорлығымен жылқыларды, қашырларды, есектерді адамға пайдалы болу үшін берген, яғни мінуге берген, және де сонымен бірге зейнет ретінде де жаратқан деп келтірілген.